2 жылдық Атамекеннен кейін концерттен кейін жиналып тұрмыз, көріп тұрмыз. Біз уже таза стендап 3-ші жылға аяқ басып отырық. Құрметті көрермендер, келіп жүрген, YouTube-тан көріп жүрген көрермендер, бізге келіп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Біз сіздерді жақсы көреміз. Жалпы Елжан сіз бірінші рет жүргізейін деп тұрмыз, сондықтан қолдап қойыңдар. Елжан қазір Алматы қаласында съемкада Night Show'дың 3-ші выпускысын түсіріп жатыр, 3-ші сезон. Елжан бұл выпусқты обязательно көреді. Давайте Елжанға сәттілік тілеп, шапалақ қойыңыздар. Елжан досым мына жерде болғанда бір құрмет қошеметтен жіберетін еді. Ендеше қаттырақ шапалақ келе шығатын стендап комик Аслан, шапалақтарына. Істеп тұр. Менің жеке кешіме түріңді сен сүйін оңбаған атты кешіме қош келіңіздер. Бүгін қозғалатын тақырыптар отбасы теңдігі, қазақ киноның сенім және бәрінің көкейінде жүрген сұрақ жер тошын дөңгелеп пе. Ойнап айтам. Мен қазір айтатын тақырып поделиться саламатсыздар ма? Поделиться туралы айтам мен қазір. Сосын түс туралы айтам, сосын ораза туралы айтам. Кеттік бір шапалақ қойып, мен сұрақ базақ берейін. Жалпы қазір қазақ қоғамы болды, поделиться-да бірінші тұру қорқатын болдық. Инстаграм кіріп қалсаң, сенің поделиться тұрған бірінші досың саған клубника шоколад алып беру керек. Сенің бірінші тұрған досың саған мороженое алып беру керек. Сенің бірінші досың саған Дубайға бутик алып беру керек. Кім сендердің достарың? Менің ортам қу кедей айналайындар. Олар маған клубника шоколад алып бермек түгілі, мына вечер деген көк шоколад бар, ішінде коньяк бар. Соны алып бере алмай жүр олар маған. Олардың жағдайы өте шамалы. Олар временкада тұрады менің ортам. Олар түнде ұйықтағанда бұйырса таңда аман есен оянса екен деп тілеймін оларды. Оралда қатты жаңбыр жауады ғой, үйлерінің крышасы жазып кетпесе екен деп тілеймін. Сондай өте қатты көкедей отбасында мен алдым клубника сұраймын. Менің ер азаматтығыма сын емес пе? Менің ата-анам берген тәрбие бар. Анам бар 64 жылғы, әкем бар 62. Айтпай ма, Күсіродан не көрді деп айтпай ма? Сонда 2001 жылы болып мен... Сендер қатырасыңдар сәпсен. Так, поделиться туралы айттым. Қазір енді бәрің ерсіп, чипсы жеп, кола жеп отырсыңдар ғой. Ертең 2 күннен кейін ораза білесіңдер ма? 2 күннен кейін сендердің обедтегі түрлерін көргім келіп тұр мен. Ауыздарың кеуіп, бұттарыңа соғылып, Оралдан көрінген таба алмай, автобустың ішінде отыра алмай, өзіңмен өзің аяқ ұрғатымсап, жүрегің айнып, орысқа әрет деп айтайын десең, анау құлағына наушник. Қазақтар-ай. Сосын ораза уақытында, научектер болады, оразаны ең ұстап атқандар. Олар таңертең тұрады да, шайып, бастақ 3 күнде өте қатты болады. Таңертең тұрып, столға тұрып олар. Бірдеңе жоқ қойып түкір алмай отырады, түкір несе біреуінің үй анау. Сосын соларға қарама қарсы опытный адамдар болады. Түкір жұтай бер болады. Просто жинап жұтпасаң болды. Сосын насыбай атпа дейді. Қалай, оразада адам насыбай ата ма? Сосын айтады, тамақ іш, бірақ обедте ішпе дейді. Қуатты? Сосын мына кімнің кім екені ауызда жар уақытында көрінеді. Біреудің күні бойы қайырлы жары болып жүрген жеңгеміз барлық күні бойы жинаған энергиясын сол жерде шығарады. Анау ата енем отырау, ата баба, салт дәстүр, инабаттылық, имандылық, саналық, отбасым барау, отағам қарап тұрау. Жоқ, бір қолында күріш, бір қолында котлет, бұтына кола қысып қойған. Ана екеуін орап бір тығат, артынан кола. Сәлематса жеңге ғой содан кейін. Анаған жеңге деп айтуға ұяласың ғой. Осында жеңгемнің мен істегеніне қарап тұрып, сразу ұйықтап қалам, ұйықтағасын sıra түс көрем. Міне тақырып. Мына мен негізі Байларский түс көргім келеді.
бірақ менің мына санамның деңгейінің төмендігінің, санамның деңгейінің татабау төмендігінің, өзінің сондай жер шарының санамның деңгейінің байланысты мен ондай түс көре алмаймын. Мен балианский түс көргім келеді, бірақ вообще көре алмаймын. Менің санамның төмендігі мына достарым сияқты қу кетейін. Мен әр кетсе андай түс көремін. Түнде ұйықтап батам, таудан құлап кетемін. Есік алдынан шығамын, машинаға қағып кетеді. Есік алдынан шығамын, біреу рет жүріп кетеді. Обязательно ғұсыл бұзам. Сосын мен түсімнің өтірік екенін, түсімде өлмейтінімді біліп алдым мен. Жаңа күнде құлап жүрген тауыма 5-6 рет мініп секіремін мен өзім. Жерге аяқпен түсем уже. Үйдегілерге үйретіп жүрмін, келіңдер маған деп. Ана артына қуған ұрылар бар ғой, шамай келсе денсаулығым жеткенше қырылып тастаймын уже. Вот менде проблема, ғұсыл бұзу жағы проблема болып тұр. Түсімде ойыма келген істеп жатырмын. Ойға ұстап жатырмын. Қыз бала қарап жатқан жоқпын. Қайда жатым қарап жатқан жоқпын. Спальня, зал, кухня, столдың асты, үсті. Фантазия беріп тұр. Мына мен түсіндегі ата-аналар құттай қыздары енен жарым метр, астан ұйқысынан тұрсын деп. Мына американ тілшілері The Animals деген каналмен келіп, вертолетпен менің үйін төбесінен түсіріп жатыр. Менің түсіндегі ақсақалдар аслан тұр ұйқыңнан, сабыр деп жатыр. Мен өзім түсім өзім білемін. Түсімде кәмшатпен ұйықтап, еркемен тұрып жатырмын, ар жағына қараймын, райым жатыр. Біз жалпы бақытты отбасымыз негізі. Қалай өздерің амансыздар ма? Стендап бәрі ұнап отыр ма? Алдарыңызда болған Аслан, ең басты түсіне көрсетіңізде, түстеріңізде мені көрмеңіздер. Рахмет, көптен көп. Асланға құрмет, қошемет! Келесі құрмет, қошемет, шығатын құрмет, қошемет, стендап құрмет, қошемет, комик, Самат құрмет, қошемет, Қонғалиев! Типа Елжан ұқсайды, тек бойы ұзын. Қалайсыздар, көңілге қалай, концерт ұнап жатыр ма? Мен айтайын деп атқаным, кәдімгідей барлығын күнде істеп жүрген нәрселер. Күнделікті таксимен индрайвер шақыратындар бар ма? Шапалақ ұрайықшы. Вот солар туралы айтам. Мен шаршатты таксистер өте. Біреу айту мүмкін, олай айтпа, олар жұмыссыз жүргесін амал жоқ таксовать етіп жүр деп. Мен айтайын, мен таксист достарым бар, олар вообще жұмыс іздеп жүрген жоқ. Көш көтеріп жүр олар. 40-50 мың тауып, Каспий номерін фото қылып шығарып қойған. Олар даңқ көткен уже. Жақсы таксисттер бар әрине, но арасында қаздар да бар ғой енді. Бүгін сол қаздар туралы әңгімесі ғой. Егер мен айтатын әңгімелер, оқиғалар бастарына өтсе, белгі беріп шапалақ ұрып отырыңыздар, қаттырақ шапалақ мен бастаймын. Жалпы мен индрайверді ашам, Camry комфорт деп тұрады. Қабылдайсың, қандай сума болса да, комфорт болса болды. Есік алдына шығасың, Camry жоқ. Camry жоқ. 14-дан бір басын шығарып бір жігіт. Camry ма, брат? Кеттік. Кетпедік. Өмірде қандай жағдай болу керек? 2 минут ішінде Camry'ін 14-де өкіп тұршын да? Ең жыным келетін, андайлар бар. Заказ қабылдайды, резко звондайды. Ассалаумалейкум, мен келатырмын дейді. Явно келатқан. Сол үшін қабылдадым ғой. Звондап келмеймін деседі, вот болады звондап. Андайлар бар. Заказ бергенде атын шығып тұрады ғой. Саламатсыз ба? Жаным, қош келдің, қайда жүрсіз? Слушаш дейтін сен ба? Постоянно келетін концерттерде? Біз осы қызға не бердік? Пожизненно, бесплатный билет. Молодец. Әлде емделген жоқсың ба? Қош келдіңіз. Жаңа резко звондайды, андай атын шығып тұрады ғой заказ бергенде. Звондайды да, Самат шыға бер дейді. Танымайтын таксист. Қазір сообщение жазатын шығар. Шыққан андай индрайверде. Шық деп жазып жүреді индрайверде. Сосын, мысалы, Toyotалар жақсы. Toyota Camry 1200 теңге предлагать етеді. Бір десятка 1800 предлагать етеді.
Неге? Сен неге өзіңді қатты бағалайсың олай? Құрметті девятка, десятка, 14, пятнашка, Жигули, Вента, тағы не бар, Джетта айдайтын водитель, таксистер вообще баға көтермеңдерші, пожалуйста. Просто сай емес жұмыстарын, анда кемістіп не істеп жатқан жоқпын. Сай емес. Не есіктерін ашылмайды, не жауылмайды. Всегда. Тартпа, өзім ашам. Тартпа. Бейтіп атады бірде. Отырасың, не пеш істемейді. Қыста тоңып қалмау үшін такси шақырып тоңып қаласың ғой. 1500 теңге төлеп сырттай жаюге атқан сияқты боласың. Терезеге қарасаң дым көрінбейді, полный қырау. Терезені ашып қарайын десең, терезе ашатын істемейді. Ішіне бензин иісі мүңкіп тұрады ғой. Ремені кір. Тағып ал дейді, ақ толстовка киіп алғансың. Пожалуйста, баға көтермеңдерші, бергенді алыңдаршы бақсылар құсап. Он үстіне бірге бір қосып базардағыдай. Покер қылмаңдаршы интроверді, пожалуйста. И енді андай интроверде таксиді автобус қылтатындар бар. Ішіне кіресің, уже талпа адам отыр. Қыстырылсып, қалтанан телефонды алмай отырасың ғой, до конца. Сосын андай Альфред шаранмен таксовать ететіндер жыртады мені. Есік алдына шығасың, шаран келіп тұр, ана водитель шығып, ананы ашып, артқы сиденьеден түсіріп атқанда настроение түсіп кетеді ғой. Қырылып бармай қалайын дейсің де, қазақилыққа салынып отырасың да, қалаға дейін бейт запас күстап баратасың ғой. Ең артта. Ночной клуб қылтатындар бар, интроверді. Машинаға кіріп қалғанда. Клубта жүрген сияқсың. Каспиймен ақша төлейтін кезде клубпен қызбен танысып жүрген сияқсың. Номер айта баш. 8 3-7 артына не сабвуфер істеп алған, багажнигі пайдаға аспайды анан. Ашсаң буфер тұрады болды. Қасында бір тасол бірден тұрады болды. Анау желкенен бар ғой. Анау сезіледі ғой, анау ұрады. 3 минут құлағына ұрады ғой түсіп кеткеннен кейін. Және интроверде арам таксистер болады. Бауырым отмен алса қойшы, комиссия қылатын еді ғой. Отмен алса қойшы деп, адал жұмысын арам болтып алады да сразу. Андайлар бар, бір клиент алып қояды, қабылдап. Сосын өтірік саған келіп, по пути кісі алайын, бірде іші бауырына кіріп, қалай көңіп қалғанын өлмей қаласың онаған. И керісінше сені упор көрмейтін таксистер бар. Саған қарамай заказ қабылдап, анаумен сөйлесіп, бұрылып кері кетіп жатады ғой, басқа жаққа. Мен жыным кетті сондай. Және интроверде қызымен таксовать ететін жас жігіттер бар. Блин, анау күшті бар ғой. Қарап отырасың, артта отырасың ғой. Андай, күшті музыка тыңдап кетесің, жай. Подсветкалар жанып тұрады аяғында, қызыл көк. Ана жігіт скорость ұстамайды, ана қыздың қолын ұстап отырады дейді. Ана кішкене жантайып отыр. Қайнаға сұқсау, артта күшті болып, мәз болып қарап отырасың. Бақытты болса екен, осылар қосылса екен деп. Рахмет. Керісінше екі бала таксовать етсе порожняк онда. Донерный сасып тұрады ғой. Анау кәдімгідей уже үйреніп алған. Анау айдап кетеді, анау қасында интроверден заказ қарап кетеді уже. Доляда. Қара кесектің ремикс түрін тыңдап кетесің. Қара кесек бес, любой өлеңнің ремикс түрін тыңдап кетесің телеграмнан. Заказ қарайды, свернуть ет телеграмға кіреді, қосады, свернуть ет интроверде отырады. Еще анау, короче, бит алады да, заказ қарайды да, көрсетеді. Анау, алыс дейді, короче. Еще постоянно таксовать етеді олар. Постоянно таксовать етеді, мысалы. Каспиайчы десең, водитель емес досы. 8-3-7 деп бастап кетеді ғой. Сосын, интроверге заказ бергенде, апай таксистер келетіндер бар. Апай. Андай. Матизбен келеді ғой күшті болып. Прическасы қысқа менікіндей типі. Бүйтіп айдап кетеді аккуратно, 40-пен. Телефонмен сөйлесіп кетеді. Алло, доча тұрдың ба? Холодильникте тамағың бар, сабаққа бар, сосын доча. Деп күшті аккуратно айдап, ана апаға, короче, мужиктардан да мықты ғой, мына апа деп таңғалып кетесің ана апаға.
И андай бар, короче. Екі қыз таксовать ететіндер. Олар андай түнгі 3-те таксовать етеді. 12-ден кейін. Қатты боянып алған андай. Инстасамкының өлеңдерін қосып қойған олар. Кәдімгідей қатты боянып алған, короче. Клубтан шығып жатқан сияқты. Таксовать етіп жүреді. Аналар қорқынышты қасында отырасың. Подружкасының шашы сары болады. Үстінде мехі бар бірдене. Артта адам отырау қарамайды ол. Плюс 18 әңгімен жіберіп кетеді. Біреулер сигнал береді, ана екеуі деп жасаталар құттай. Өлең даусын қатты ашса, қасындағы подружкасы ашылады бейт жібереді бейт. Ана водитель қыз саған қарап қояды, айнаға қайта-қайта. Бұлай наглый андай баласың ғой. Сыпайы болып отырасың ғой артта. Ұялып, иманды болып отырасың ғой. Рахмет, саламатсыз ба деп. Ең индрайвердегі фаталити, патологы мен жыным келеді. Үйдегілерге такси шақырып берген ғой. Короче, мама звондайды. Балам, біз рестораннан шығайын деп жатырмық, үйге такси шақырып берші. Индрайверге кіресің, заказ бересің, қабылдайды. 5 минуттан кейін такси звондайды. Қазір шығады деймін де, мамаға звондайды. Мама, такси келіп тұр. Мә, біз Айгүл апалардың машинасына мініп кетіп қалдық. Енді ана таксистке түсіндіріп тұр соны. Номерін алмай анан. Танымайтын мужикке ақталып ит болып отырасың, жағдайында айтып. Я, сосын оны түсінбеймін мен. Андай бар, такси уатына кішкене намыстанатын жігіттер от. Келетті мінетті. Мен негіз көп таксовать етпеймін мен, просто. Жұмысқа баратқасын попоте ала салған бұл. Индрайвер кіремін, сен шығып тұрген сол, кетіп жатқаным ғой, босқа айтпайын деп дейді. Әңгіме айтып. Сосын әңгімеге тартқысы келетіндер болады. Андай ағайлар ғой енді үйреніп қалған, андай ауылдың кісілері әңгімені жіберіп үйреніп қалған. Сен келесің, біз келемізде наушникпен отырып аламыз ғой. Іш пысып кетеді сен мен. Жолтайғақ, я? 3-4 сондай намектар тастайды. И андай Каспиймен перевод жасағанда всегда қыздың аты шығады ғой. Үлкен сақалды мужикқа. Аружан ба, брат? Я, Аружан. Сол не тема, мен түсінбеймін. Мысалы, мен таксист бола алмаймын. Мен қызғаншақпын. Мен көрінген еркекке әйелім номер беріп қойып жүре алмаймын мен. Деп, қалай кетті? Индрайверде қазір курьер дейтін шыққан. Бөлек кнопкамен кәдімгідей. Біз қазір соны көп қолданып жүрік. Неге екенін айтайын. Обычный день, келіншегім айтты да, Жан, давай клубники в шоколаде айналысайық. 8 мартқа жатыр, күшті. Мен бір подругам біреу айналысқан, күшті доход тапқан. Короче, көп ақша керек емес, 20-30 мыңмен бастап кетеміз. Сен де ауыса ма? Мен құралдарын алайын, сосын бастап кетейін, қайтарып тастайын. Мен әйелім всегда қолдаймын. Давай, конечно, ақша берем. И қараймын, что-то тишина, дым жоқ. Мен айтамын, Жан, қайда, заказ қайда? Енді мен айналысатынымды ешкім білмейді ғой енді. Бірінші клубник алу керек, соны шоколад алып, бір коробкасымен жасап, міне жасап жатырық деп салу керек. Сосын наличие сатып жібереміз, 4-5 мың теңге бар ма дейді, короче. Давай, кешке үйге келсем, короче, үйдегілер жаңағы клубник в шоколадемен шай ішіп отыр. Мен айтамын, что там не мынау? Өткен жоқ, қазір мынау тұрып қалуға болмайды, бір күн болса ана су ағып кетеді клубникка, пайдаға аспай қалады жан. Короче, ұйықтап атасын, екінші күн шауып келеді. Жан, тұрш, заказ түсті. Блин, ояна алмай, әрен тұрасың, 2-3 мың теңге береді, короче. Коробкасы мен клубника бірден алып келші деп базарға. Мен ойлайтын, супермен ұшып бақып келеді деп, жаңа шумымен. Мен логично индрайвермен барам ғой. Тұрасында айтады, Жан, обедке дейін беріп тастау керек, пожалуйста, тездетші. Аласында кәдімгідей қапылып, индрайверге шақырып, базарға барып, өзін асығып сағат қарап жатқанда банаға таксист сені упор көрмейтін брат болып, заказ қабылдап, бұрылып, кері басып барады ғой. Анау мен қырылып, ит болып, базарға жетесінде ана заттарды алып, кері келгенде, Жан, коробкамен наклейка открыткалар алған жоқпыз, соған барып көш дейді, кері такси шақырасың, Жан, 40 минут қалды, пожалуйста, кері басқанда, Жан, Матиздегі апай келеді ғой бүйтіп. Асықпай, 40-пен, дочасы әлі тұрмаған. Сонымен әрен барасында үйге ұшып келгеннен кейін, Жан, букетке заказ түсті, оған қағаздар вообще басқа магазинде соған барып көш, ит бол, оған барма, коробкаларын, қағаз, клубника алып бөліп, магазиннен шыққанда шарандағы брат есікті ашып, артын сүріп, кір, брат, кір. Енді асық тұр, кіріп, бір жағында клубника, бір жағында запаска үйге қарай. Басасын.
Содан кейін кәдімгідей жынданып үйге барасың, уф, болды ау деген. Жаңадан бері базарға 15 рет барып 30 мың теңге кетіп қалған қалтанан. Настроен жоқ, нервничает, үйге келіп болды дегенде, жаңа курьерден сал жіберу керек дейді ғой, короче. Блин, клубниканы аласың да, интровер заказ бересің, Toyota Camry подъехал дейді, шықсан, Toyota Camry жоқ. 14-дан басын шығарып бір мужик. Клубника ма, брат, кел шеш. Постоянно сондай. И, короче, үйге барасың, уже нервы, басын солқылдап, ауырып тұр. Ит болып отқанда, әйелің қасына келеді де, уф, шаршадым дейді. Содан кейін, ана курьерлерге беріп жіберуге өзім шығам. Потому что индрайвер курьерлер, андай, 7 сағатқа жоғалып кетеді ғой сенің затыңды алып. Кісі алып жолдан автобус қылтып, басқа жаққа бұрылып. Сондықтан өзім шығам да, енді ерегесіп қалсақ та, брат, анау-мынау десек те, өзім шығам. Әйелім жібермеймін. Зачем ертең әйелім бүткіл тиктокта? Нөміріңді айтшы, жалмауыз! Сондай бар. Жалпы өміріміз таксимен тығыз байланысты. Күнде такси қолданамыз. Қаланың ішінде басқа қалаға барсақ та такси қолданамыз. И қазір байқағаным, көп таксистер, барлығы демеймін, көп таксистер көп адам алып, көп ақша істесем екен деп ниетте жүреді екен. Негізі мен ойлаймын, что клиентті аман есен жеткізетін жеріне жеткізсем екен деп ниетте жұмыс істеу керек сияқты. Сол кезде доход та көп болатын шығар. Потому что енді адам өмірі онша емес, адам өмірі ақшадан да, индрайвердегі 5 жұлдыздан да қымбат, құрметті достар. Мен Қуанғалиев Самат, менде бүгінге осы. Рахмет! Келе шығатын қатырақ шапалақ Мейрамбек. Кешегі күн бітпейтін сияқты болып көрінді бізге бар ғой. 9-ы болмайтын сияқты болып көрінді кеше бізге бар ғой. До того, как қиналғаным соншалық, мен ана тюльпан сатқан мужиктердің бәрін жаттап алдым. Ертеңнен бастап қастандық ұйымдастырамын мен оларға. Перегибать полковище. Мына 8 мартта қыздардың өздері адам танымастай өзгерді ғой кеше бар ғой. 6 сағаттан кейін әрең ответ беретін қыздар сразу ответ берді кеше. 8 ай запросында ұстап отқан жігіттерді шығарып алып, өздері привет деп жазды ғой кеше қыздар. Кеше адамгершілік, адами құндылық жағынан қазақтың қыздары әлем бойынша бірінші орында болды кеше. Бұлай да бірінші орында ғой енді. Кеше бас жүлде болдыңдар сендер. Сосын байқайсыңдар ма, басқа қаладан, ауылдан бір дос қызың, дос балаң үйге қонуға келгенде мамаң обязательно айтады. Құсана киетін, трико, шорти бірдеңе бешеш дейді. Сол кезде байқайсыңдар ма, өзіңдікін бергің келмейді ғой. Бұт жағын састат сияқты болып тұра ма? Сенбейсің ғой ана. Сосын бір дос балаңды үйге шақырасың, көмектеспей қойшы, топырақ бар еді, тасып тастайтын, үйдің төбесін жауып тастайтын сен, қазың болып новый киімдермен келіп тұрады ғой, джинсимен, худимен анау дейтін. Сондай балдарға любой қазақ үйдің сарайында мынандай көк краска киген қара триколар табылады, байқайсыңдар ма? Ауа айырылып жатқан. Қалтасында құттай құмы бар. Кешегі стройкіден қалған. Содан кейін дос балдардың арасында әдейі сүйкімді болу үшін ямочкасы болмаса да өтірік ямочкасы дейтін балдар бар. Ямочка емес ол. Яма ол. Жоқ қой, құдайдың бермеген ямочкасын алып істейсің сен, тігіп алмасаң. Мына мектепте мен өте тәртіпті бала болдым. Бірақ тормоз болдым. Бір қызға мен сені жақсы көремін деп партасына записка салып 2.90 сабақ көрмей алдым. Ауру деп ойлаған шығар алдым. Анау мұтып басқа жігітпен жүріп кеткеннен кейін барып бардым ма сабаққа? Бүкіл сабақтың бәрін өткізіп 3-ке шығып. Содан кейін мен мектепте 8 классқа шейін 5-пен оқыдым бүкіл сабақты. 8 класста бір 4 сабақ қосылды новыйдан. Осыған дейін көрмеген химия деген сабақ қосылды. Мен Менделеев дейтін мужик түсінбедім. Білмеймін, дос балдар болмаған ба, мен білмеймін бар ғой. Анау келешек ұрпақты қиындаған ғой дейтін бар ғой. Базырқан даталу жердің астындағы элементті масса валенттілігімен графикке құрған анау. Бәрі түгел. Даталу қол бос болған анау бар ғой. Көп қозат, дос балдарымен жинақ донеркеге бар, білмеймін.
Петербургта не көп газон көп футбол ойна. Садақ атуға сүннет қой. Орыстар білмейді бірақ күнә-пүнә дейді. Білмейді шығар орыстар. Жоқ, басын күшті бастаған. Калиді К деп. Натрийді На деп. Магнийді МГ дегенде мырышқа келгенде қоқ кеткен бар ғой. Цинк деп. Мырышты ойнап жатқан кезде дос-балаларға пиу ішіп кеткен ба, білмеймін ба? Физика деген сабақ келді. Ток күші дейді. Мен оны бұрында көріп тұрсам, ток күші деген. Мама үйге келеді, тоқтың ішіп тұрған жоқ, я ішіп тұрсам, мен білемін оны. Тартыл саңы дейді, тартыл тиым бар ма, мен бәрі көріп тұрсам оны бәрі. Маған қызық емес болды физика. Алгебра деген сабақ келді. Санды түбірдің астына алу. Неге аласың оны сен? Жаңбыр жауайын деп жатыр ма? Неге аласың сен оны түбірдің астына? Геометрия келді. Біткен кезде 45 градус не қызу көтеріп жатыр ма оның? ТНЖ дейді. Ол мен кеше білдім, таң кетсе екен оны. КТНЖ деп ұра бергенбіз ғой кезінде. Білмегенбіз ғой. Мен мектеп кезінде, сосын 8 бітірдім де, сол 4 сабақ кешіне 3-ке шықтым ғой мен. Бәрі 5 болды, тек 4 сабақ 3 болды. Анау 4 сабақ 5-ке шыққанда мен қазір стендап оқып, КВН ойнап жүрмейтін мен. Еноға түсіп, төбе шашын түсіп, бір профессор болатын. Сонымен 8-ші класс бітті, 9-ші класс бастады жазда мен обедші ойландым. Мен 9-ші класстан бастап бұзық бала боламын дедім. Ішіме шештім мен. Сосын 11-ші класстың балаларын сұрадым, бола ма? Әлі кеш емес бастап кеттім. Сосын мен 9-ші класстан бастап бұзық бала боламын деп шештім. Барлықтан білесің ма, қыста, естеріңізде ма, қыста каждый класстың балдары өзінің сол классында оқитын қыздарды қарға басымен қадайды. Мұзға қадайды, прогибке қадайды. Бірақ ешкімге ештеңе болмайды бір қызға. Бәрі күшті, классын деп кетіп қалады үйлеріне. Мен бір күн шештім. Мен де классымдағы өзім ұнататын қызды басымен қарға қадайын деп шештім бір күн. Мен де енді 9-ші класс қой, гармондар ма ұянады. Қызды курткінің сыртынан болсын құшақтағым келеді өзім. Сабақ бітеді, алтыншы сабақ деген шығам, есімде қыз ұлу жылы біліп тұр. Алтыншы сабақ деген шығамыз, мектептің алдында бір қызды, жақсы көретін қызымды өзім қарға апарып қадайым төбешік қарға. Именно мен қадаған төбешік қардың астына ракушин алып тұрады екен тас. Қызым басы жарылады сол жерде, медицалар келеді, атырау естейді, мен жаңағы басын жатып жаңағы қызын. Индерде Дендер дейтін газет болды. Соған мақала шығады келесі күні. 9 оқитын жасөспірім жеткіншек бала өзінің сыныптасын қарға ұнатамын деп жазмыш қыла жазады, 3 нүкте дейді. Ал бұл шықсында біздің мектептің суреті тұрады, абырой шашып. Сон Индерде лицо айқайлап тұр енді, база жоқ. Екі жақтан ата-анасы кездеседі. Қыз жақтан ата-анасы айтады. Барлық сендердің балдарынан мен қызымды аласыңдар дейді. Басқа істер екен. Ал сіздердің мектеп кезеңіңізде қандай қызықтар болды? Сіздермен бірге Мейрамбек, рахмет. Мейрамбек, қатырақ шапалақтарыңыз. Мейрамбек Бесбаев деп танымасам. Сондай болды ма қыздар? Қадалып көріндер ма мектеп кезінде? Класстастарын қадады ма? Сосын жылап ренжідіңдер ма? Ренжімеу керек. Сендер қадалып жатсаңдар, значит әдемісіңдер. Потому что жігіттер әдемі қыздарды қадайды. Міне сен ұсталып, ауада кетіп жатсаң, әдемісің болды. Ешкім қадамай өзім десен, жылау онда. Обидно. Кеш қалай ұнап жатыр ма?